Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе, Бақыргүл Базарбековна? Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін мен сендерге мынандай қоржын алып келдім. Бұл қоржынның ішінде асықтар бар балалар. Бүгінгі ойынымыздың аты хан талапай ойыны. Бұл қазақтың ұлттық ойыны. Бұл сүйектер, қойдың сүйектері, қойдан алынады. Мен қазір асықтарды жерге шашамын. Сендер асықтарды жинап аласыңдар. Бұл асықтардың ішінде осындай бір қызыл түске боялған асық болады. Бұл асықтың аты хан асық. Кім хан асықты бірінші алады, сол бала ойынды бастайды. Жарайды ма балалар? Келіңдер, бері қарай келіңдер, кілемшеге қарай. Қанекей. Талапай, ау, талапай. Басталды ойын. Алақай. Міне тағы. Қанекей, енді ақ жолақтарға тізіп шығамыз. Кімде екен хан асық? Егорда екен. Демек, ойынды бізде Егор бастайды. Қанекей, кәмелес отырады орнына. Ал, орнымызға отырамыз. Ойынды бізде Егор бастайды. Қанекей, санаймыз қазақша. 1, 2, 3. Тағы бір рет көресің бе? Жарайды, кел отыра қойма. Тағы бір рет көр. Екінші кезден. Қане. 1, 2, 3. Болмады, е? Отыра қой. Люба келе ғой. Қане, Люба? 1, 2, 3. Неше асық? 1. Жарайсың. Келесі ойыншы Даяна келе ғой. Кел, Даяна. 1, 2, 3. О, неше асық? Даянада 2 асық. Келесі ойыншы келе ғой, Тимофей. Санаймыз. 1, 2, 3. Болмады, е? Отыра ғой, Тимофей. Томирис келе ғой. Кел, Томирис ары қарай тұр. 1, 2, 3. Неше асық Томиристе? 1 асық, е? Бізде бүгін жеңімпаз Даяна. Даянада 2 асық. Мені Даянаға береміз асықты. Жарайсыңдар. Енді тағы да топта осы ойынды жалғастырып ойнауымызға болады.